Түріктердің фарш пен пергаментте пісетін донерін жасағаныма өкініп қалдым қыздар. Бүгін неге ертерек жасамадым екен деп, сырты қытырлап, іші сочный болып, үйдегілердің барлығына ұнады ғой. Сіздермен рецепті бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде сақтап алып жасаңыздар қыздар. Алдымен керегінше фаршты алып, үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, кептірілген укроп, паприка және кептірілген чеснок, тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене араластырып болғаннан соң мен осында соевый соусты да қосып тағы да араластырдым. Осылай араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа қойып қойсаңыздар, арасына фарштың маринадты алып, арасы жақсы болып сіңетін болады. Сосын осылай керегімше пергамент қағазын алып, үстіне тағы да пергамент төсеп, жақсылап оқтаудың жәрдемімен тегіс жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қылып. Мінекей менде осылай керемет болып, жұп-жұқа болып жайылды. Енді осыны рулет сияқты қылып, шетінен бастап орап шығатын боламыз. Айтпақшы қыздар, осы жерде менде бір қателік кетті. Яғни екі шетін кішкене қайырып, сосын барып орау керек екен. Себебі фарш пісетін кезде майы кәдімгідей ағады екен. Мінекей екіншісінде тура видеодағыдай қылып жайып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасаңыздаршы. Мінекей менің фарштарым дайын болды. Енді осылай табамызға салып, үстіне мен помидор, 3 тал чеснок және 2 полугорки перец салдым, болгарский. Осылай енді духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Енді біз ішіне салатын көкөністер дайындаймыз. Мен салатные листья, соленые огурцы, свежий огурцы және қызыл пиязды пайдаландым. Дәмі өте керемет болады қыздар. Мінекей менің пергаменттегі фаршым пісіп шықты. Тура донердегі мастерлер жасайтын сияқты болып пісті ғой қыздар. Сочный керемет болды. Міндетті түрде жасаңыздар қыздар. Аңғараңыздар, жұп-жұқа өте керемет. Иісін айтсаңыздаршы. Айтпақшы қыздар, біз бұл донерге мүлде кетчуп қоспаймыз. Мінекей жаңағы помидор, полугорки перецтерімізді осылай алып аламыз. Бөлек ыдысқа салып, мінекей бізде фарш осылай пісті, осылай жұп-жұқа керемет болып, сочный болып шығады. Енді осыны майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Донердің еті дайын болды, енді соусын жасаймыз. Айтпақшы қыздар, бізде бұл соуста мүлде кетчуп қоспайтын боламыз. Мінекей жаңағы духовкадан алынған көкөністердің барлығын осылай тазалап аламыз. Сосын тазалап болғаннан соң үстіне майонез қосып, жақсылап блендерден өткізіп аламыз. Қыздар, мына кетчуп қосылмай жасалған соус өте керемет болады. Полугорки перец пен свежий чеснок пен дәмін енді айта алмаймын. Мен осылай дүкендегі дайын лавашты пайдаландым. Үстіне осылай мен соусымды жағып шықтым. Барлығына бірдей қылып, сосын фарштарды біркелкі қылып орналастырып шықтым. Тура видеода көрсетілгендей қылып жасаңыздар. Фаршты салып болғаннан соң үстіне осылай салатные листьяларды салып шықтым. Дәміне қарай свежесть береді. Сосын міндетті түрде жасаңыздар. Кішкене сочный болсын деп үстіне соустан да құйып, осындай қызыл пияздарды пайдаландым. Мына қызыл пияз деген вообще керемет шығады екен қыздар. Қатты ащы емес, өте керемет болды. Сосын соленые огурцы және свежий огурцыларды үстіне салып шықтым. Айтпақшы қыздар, айта кетейін, біз өзіміз үйге жасаймыз деп молынан жасаймыз ғой. Қатты олай көп қылып жасай берудің қажеті жоқ, себебі донерді лавашты ораған кезде жыртылып кететін болады. Осылай қатты көп қылып емес, қатты аз қылып емес, осылай орташа көлемде жасаңыздар. Арасын тығыздау қылып осылай орап шығатын боламыз. Менде дәл осы құраммен жалпы 5 донер шықты. Енді осыны арнайы грильницада немесе құрғақ қыздырылған табада, ешқандай май құймай, осылай жан-жағының барлығын 4 шетінде міндетті түрде баяу отта қыздырып, сарғыш салатисті цвет болғанша қуырып алатын болам. Тырлап өте керемет болып шықты қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Үйде жасасаңыздар берекелі болады. Біріншіден, екіншіден құрамына мәнді заттар қосылмай, сочный керемет болып шығады ғой. Әрі барлық отбасыңыздағы барлық жандар тоятын болады. Каналым пайдалы, міндетті түрде тіркеліп, менімен бірге тренд болып жатқан донерді үй жағдайында жасаңыз.
Шелпектің иісі шыққан үй әрқашан жайлы, мейірімге толы. Өйткені бұл тағам тек қарын тойдыру үшін емес. Қазақ әйелдері баяғыда шелпекті бейсенбі күні ата-бабаларды еске алып дұға оқитын қасиетті күндері пісірген. Жанға тыныштық, дастарханға береке келсін деген ниетпен. Бүгін сіздерге нағыз шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Асымызға жылы сүт, дәл сол мөлшерде жылы су құйып, бір жұмыртқа және 5 ас қасық сұйық май құйып алатын боламыз. Сонымен қатар қант, дрожж және тұзды салып, шым ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Су қатты мұздай емес, жылы болу керек және міндетті түрде електен өткізіп ұн саламыз. Ұнның мөлшері бізде 700-800 граммдай болуы мүмкін. Ол сіздің ұныңызға байланысты. Осылай қолымыздың жәрдемімен ұндардың басын біріктіріп, жұмсақ әдемі біркелкі қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын салып жібермеңіздер, олай болса қамырыңыз қатты болып қалатын болады. Міндетті түрде осындай жұмсақ керемет қамыр шығуы тиіс. Енді осыны 1-1,5 сағатта демалдырып қоямыз. Бетіне пакет жауып, үстіне жылы матамен орап қойдым. Мінекей 1 сағатта көтерілуге уақыт кетті. Мінекей осындай керемет болып қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осы қамырдан 7 шелпек және 1 үлкен суала бауырсақ жасайтын боламыз. Шамамен әр шелпекті 100-120 граммнан бөліп алатын боламыз. Оған дейін тарихтағы сіздерге қызықты деректермен бөлісе кетейін. Көшпелі өмір салтында шелпектің орны тіпті бөлек болған. Көш кезінде ұзақ жолға шыққанда тез жасалынатын бірақ тойымды тағам қажет болды. Сол кезде дәл осындай жұқа майда қуырылған нан нағыз құтқарушы болды ғой. Ыстықта да, суықта да өз дәмін жоғалтпайтын, жолға да, шайға да жарайтын керемет тағамдардың бірі болған деседі. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа мөлшерде осылай жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып болғаннан соң міндетті түрде 10-15 минутқа бетін жауып қойыңыздар, қыздар. Сол кезде кішкене көтеріліп, шелпектеріңіз өте жұмсақ болып пісетін болады. Және шелпекті пісірген кезде міндетті түрде осында астына қағаз салфетка пайдаланыңыздар. Қызып тұрған майымызға осылай шелпегімізді батырып, шелпекке барлық жеріне май тиетіндей етіп жағдай жасаңыздар. Сосын келесі беті пісті деген кезде аударып, тағы да кішкене күтсеңіздер, осындай керемет, жұмсақ, тәп-тәтті шелпектер пісіп шығады. Қалған қамырымды осылай мен тәтті кішкентай бауырсақтар қылып пісіріп алдым. Бұл шелпек тек ас емес, ол отбасының бірлігі, аталар рухына құрмет. Әр шелпек пісіргенде қазақтың ғасырлар бойы сақталған жылулығын, мейірімін, ниетін жалғастырып отырғаныңды сезесің. Бүгінгі шелпек сіздің дастарханыңызға береке, жүрегіңізге тыныштық алып келсін. Егер видео ұнаса, лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Келесіде қандай тағам түрін жасағанымды қалайсыз? Міндетті түрде комментарияға жазыңыз. Менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Сіздермен бірге болған Мадина. Каналыма тіркелуді ұмытпа. Бүгінгі кешкі асқа не жасаймын деп ойланып отқан болсаңыздар, өзбек халқының ұлттық тағамы езілген палау, яғни шәуле жасаңыздар. Бұны үлкен кісілер өте қатты жақсы көреді, балалар да сүйсіне жейді, дәмі өте керемет болады. Алдын ала барлық заттарды турап аламыз, описанияда қалдыратын боламын. Қызып тұрған майға етімізді, пияз және 1 дана помидорды салып жақсылап қуырып, үстіне сәбіз және картопты салып тағы да қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне су және дәміне қарай тұз салып жақсылап қайнатып алатын боламыз. Тұзын көріп, егер аз болса тағы да тұз салыңыздар. Осылай тағы 1,5 сағаттай қайнағаннан кейін күрішін салып, жақсылап араластырып отыратын боламыз. Және бетін жауып, ақырын отқа қойыңыздар. Және әр 10 минут сайын бетін араластырып отырыңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасаңыздар. Бұл палау емес, бұл езілген палау, яғни шәуле палаудың туысқаны деп аталады. Міндетті түрде жасаңыздар. Отбасыларыңызға менімен бірге дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.